Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, иррационал теңсіздіктер тақырыбындағы семинарымызға қош келдіңіздер. Иррационал теңсіздік тақырыбына байланысты берілген оқу мақсатымен танысайық. Осы мақсаттардың ішінде тақ дәрежелі түбір мен жұп дәрежелі түбір бар теңсіздіктерді бөлек-бөлек қарастыратын боламыз. Тақ дәрежелі түбір бар теңсіздіктен бастайық. Негізінде иррационал теңсіздіктерді шешу дәрежеге шығару әдісімен шешіледі. Егер теңсіздіктің таңбасын сақтай отырып, екі жағында тақ дәрежеге шығарсақ, онда берілген теңсіздікке мәндес теңсіздікті аламыз. Осы ережеге сай мысалдарды қарастырайық. Бірінші мысал: тақ дәрежелі түбірі бар теңсіздік берілген. Берілген теңсіздік үшінші дәрежелі түбір болғандықтан, теңсіздіктің таңбасын өзгертпей екі жағын үшінші дәрежеге шығарамыз. Теңсіздіктің сол жағында үшінші дәрежелі түбір мен үшінші дәреже өзара қысқарып, түбір астындағы өрнек қалады. Ал оң жағын дәрежеге шығарамыз. Шыққан қарапайым теңсіздікті шешу арқылы теңсіздіктің жауабын аламыз. Жауабымыз минус шексіздіктен минус 3-ке дейінгі аралық болады. Екінші мысал. Бірінші мысалдағыдай тақ дәрежелі түбірі бар теңсіздік. Теңсіздіктің таңбасын өзгертпей, екі жағын 5-ші дәрежеге шығарамыз. Теңсіздіктің сол жағындағы 5 дәрежелі түбір мен 5-ші дәреже қысқарып, түбір астындағы өрнек қалады. Ал оң жағындағы санды 5-ші дәрежеге асырамыз, ол кезде 32 шығады. Квадрат теңсіздікті шешу үшін квадрат теңдеуге айналдырып, түбірлерін табамыз. Осы теңдеу түбірлерін сан түзуінде белгілеп, интервалдар әдіспен аралықтардың таңбасын анықтаймыз. Бізге қажетті оң аралықты жауап ретінде жазамыз. Егер теңсіздіктің екі жақ бөлігі айнымалының мүмкін болатын мәндер облысында теріс емес болса, онда оның таңбасын сақтай отырып, жұп дәрежеге шығарсақ, онда берілген теңсіздікке мәндес теңсіздік аламыз. Мысалдарды қарастырып көрейік. Үшінші мысалда жұп дәрежелі түбір мен теңсіздік берілген. Берілген теңсіздіктің анықталу облысы x плюс 1 үлкен немесе тең 0 теңсіздігімен анықталады. Осы шартты ескере отырып, оның екі жақ бөлігінде екінші дәрежеге шығарсақ, экранда көрсетілген теңсіздіктер жүйесін аламыз. Оларды шешіп, бірінші теңсіздіктен x үлкен немесе тең минус 1 және екінші теңсіздіктен x үлкен 3 екені шығады. Енді теңсіздіктер шешімдерін координаталық түзуде кескіндеп, олардың қиылысу аралығын табамыз. Жауапты жазатын болсақ, жауабымыз 3-тен плюс шексіздікке дейінгі аралық шығады. Төртінші мысалда да біз арифметикалық квадрат түбірмен теңсіздік берілген, сол теңсіздікті шығаратын боламыз. Ендеше түбірдің астындағы өрнек 2x минус 1 үлкен немесе тең 0 деп аламыз. Осы шартты ескеріп, теңсіздіктің екі жағын квадраттаймыз. Теңсіздіктің сол жағында түбір мен квадрат жойылып, оң жағында 3-тің квадраты болады. Теңсіздіктерді шешіп, x үлкен немесе тең 0,5 және x кіші 5 деген теңсіздіктерді аламыз. Координаталық түзуде бұлар кескіндеп аралықтарды қиылысуын қарастыратын болсақ, онда жауабымыз 0,5-тен 5-ке дейінгі аралық болады. Иррационал теңсіздіктерді дәрежеге шығару арқылы шешетінімізді алдын айтқан болатынбыз. Жұп дәрежелі түбір болғанда оның дербес жағдайлары болады. 2k-шы түбір астындағы fx кіші тең a теңсіздік үшін a кіші немесе тең 0 болса, онда теңсіздіктің шешімі болмайды. 2k-шы дәрежелі түбір астында fx үлкен a теңсіздік үшін a кіші 0 болған жағдайда бұл теңсіздіктің жауабы осы теңсіздіктің мүмкін мәндер жиынымен сәйкес келеді. Мысалдар қарастырып көрейік. Квадрат түбір астында 4x квадрат алынған бір кіші минус 1 теңсіздіктің оң жағында теріс сан. Арифметикалық түбірден теріс сан шықпайды. Арифметикалық түбір теріс саннан кіші бола алмайды. Сондықтан теңсіздіктің шешімі жоқ болады. Келесі мысал қарастыратын болсақ, 4-ші дәрежелі түбір астында x квадрат алынған 4 үлкен минус 5. Бұл теңсіздіктің оң жағында теріс сан. Арифметикалық түбірдің мәні әрқашан теріс емес болады. Кез келген теріс емес сан теріс саннан үлкен. Демек, теңсіздікті шешу үшін анықталу облысын табу бізге жеткілікті болады. Анықталу облысы x квадрат алынған 4 үлкен немесе тең 0. Екі өрнектің квадраттарының айырымы формуласымен бұл өрнекті көбейткіштерге жіктеп аламыз. Интервалдар әдісімен шешу үшін көбейткіштерді жеке-жеке 0-ге теңестіріп, түбірлерін табамыз. Түбірлерін координаталық түзуде кескіндеп, аралықтарды таңбасымен анықтап, аралықтарды жазамыз. Жауабымыз минус шексіздіктен минус 2-ге дейін және 2-ден плюс шексіздікке дейін.
квадрат түбірмен берілген теңсіздік қарастырайық. Теңсіздіктің анықталу облысы мен берілген теңсіздікті квадраттау арқылы алынған теңсіздіктерден теңсіздіктер жүйесін құрастырайық. Жүйенің бірінші теңсіздігін интервалдар әдіспен шешейік. Ол үшін берілген теңсіздіктен теңдеуге ауысамыз. Дискриминантын табамыз. Теңдеудің түбірлерін анықтаймыз. Түбірлерді координаталық түзуде белгілеп, аралықтардағы таңбаларды анықтаймыз. Сонымен теңсіздіктің анықталу облысын табамыз. Екінші теңсіздікті шешейік. Квадраттық теңсіздік стандарт түріне келтіріп аламыз. Бірінші теңсіздіктегідей интервалдар әдіспен шешеміз. Дискриминантын тауып, түбірлерін анықтаймыз. Координаталық түзуде белгілеп, аралықтардың таңбаларын анықтаймыз. Анықтау облысын ескере отырып, жауапты жазамыз. Жауабымыз -4-тен -3-ке дейін, бірігу 0,5-тен 1,5-ға дейінгі аралық болады. Келесі мысалды қарастырайық. Жұп дәрежелі түбірі бар иррационал теңсіздік берілген. Алдыңғы теңсіздіктерді шешкендегідей анықталу облысы мен теңсіздікті дәрежеге шығару арқылы алынған теңсіздіктерден жүйе құрастырамыз. Квадрат теңсіздіктерден құралған жүйе шығады. Квадрат теңсіздіктерді стандарт түрге келтіреміз. Бірінші квадрат теңсіздікті шешеміз. Ортақ көбейткішті x-ті жақша сыртына шығару арқылы көбейткіштерге жіктеп аламыз. Көбейткіштерді жеке-жеке нөлге теңестіріп, түбірлерін табамыз. Екінші теңсіздікті шешеміз. Дискриминантын табамыз. Түбірлерін анықтаймыз. Екі координаталық түзуді екі теңсіздіктің шешімдерін белгілейміз. Одан соң шешімдердің қиылысын табамыз. Бұл иррационалдық теңсіздіктің жауабын сіздер экранда көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет.